Алдарыңызда отырған мен, Қосқұлақ Жарас. Бәріңіз білердей бірінші электрик 9 группасында оқимын. Өзім жайлы несін айтамын шіркін. 2006 жылы 27 шілдеде Алматы облысы Талғар қаласындағы орталық перзентханада аңшының қоянға атқан оғындай зу етіп дүниеге келдім. Жас келіп ойсанам артатын 7 жасында осы Талғарымыздағы Жамбыл Жабаев атындағы номер 6 орта мектепте алғаш рет аяқ бастым. Зу етіп зымырандай тез келген осы 10 жылда талай тәрбие, білім алып, қолыма аттестатымды алып, Талғар қаласындағы агробизнес және менеджмент колледжіне түсемін деп келдім. Оқуға түсіп бастапқыда тұйық болып, ашыла қоймағанмен тез уақытта ортамен тіл табысып, жақын сөйлесе кеттім. Колледжіміздегі іс-шараларға белсенді қатысып, осы 8 айда бастан не кешпедім. Колледжде де талай қызық болды ғой шіркін. Осы әрбіріміздің өмірге деген құлшыныс, өмірге деген сүйіспеншілік, құштарлық және алдағы қойған болашаққа деген мақсатымыз болу керек. Ал менің басты мақсатымның бірі оқуымды қызылға бітіріп, жақсы маман иесі болу болса, ал екіншісі осында өз ізімді қалдырып, келешектегі ұрпақтың сол жолмен жүруіне барынша талпыну. Кітап рухани сарқылмас қазына. Кітап оқу арқылы адамның ойлау қабілеті артып, ішкі жан дүниесі тынышталады. Жастайынан тұлға болып қалыптасып, осы өмірде өз орнын таба білу үшін де кітап оқудың маңызды екені бәрімізге мәлім. Мен де тула салып кітапты оқып бастамадым ғой, бірақтан осында келіп кітапқа деген сүйіспеншілігім, құштарлығым, шабытым осындағы мұғалімдердің арқасында орасан артты. Сол іспеттес осындағы барша аса құрметті мұғалімдеріме алғысым шексіз.